Футболдан Қазақстан біріншілігі аяқталды. Премьер-лига мен Семейдің Спартагы қош айтса, Көкшетаудың Оқжетпесі жоғарғы топқа қайта қосылды. Ал Таразбен бірінші лигада екінші орынға тұрақтаған Қыран командасы екінші жолдамаға таласады. Соңғы турға дейін Астана 64 командасы мен Қыран арасында бәсеке жалғасты. Екеуара бірінші лигадағы екінші орын үшін алаңға шығып, биылғы біріншілікке нүкте қойды. Елордалық командаға тек жеңіс қажет болатын, ал шымкенттік ұжым тең ойнаса да жарысты жалғастыратын еді. Алайда қонақтардың қарқыны күшті шықты. Әсіресе голландиялық қазақ Мұрат Өнәлбілсендлі ойнады. 18 минутта есеп ашқан шабуылшы тайм соңына қарай екінші мәрте гол соқты. Жалпы биылғы маусымда Мұрат 14 доппен мергендер қатарына қосылды. Астана 64-тің футболшысы Павел Пуышкин алғашқы таймда мергендік танытып, матчты қыздыра түскен. Бірақ үзілістен кейін Санат Жұмаханов алаң иелерінің үмітін үзді. 3-1 есебімен жеңіске жеткен Қыран енді премьер-лига жолдамасына таласады. 2 гол соқтым, соған қуаныштымын. Мен бір өзім соқпадым, біз командаларға соқтық. Балдар пас бермесе мен гол сала алмаймын. Соларға да рахмет. Иншалла көп тағы келесі жолы көп саламын. Біз балдармен жиналып өзімізге айттық. Енді әр ойында жеңіске жетіп, жоғары көтеріле беріп, премьер-лига шығып, осы балдар командамен ойнауға өзіміз мақсат қойдық та енді. Сол енді орындауға бір қадам қалды. Соған тырысамыз енді.